Саламатсыздар ма? Назарларыңызға осы аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. Дүйсенбіде орталық референдум комиссиясы референдумның ақырғы қорытындысын жариялап, конституциялық өзгерістер заңды күшіне енгенін хабарлады. Комиссия мәліметіне қарағанда, референдумда дауыс бергендердің 77,18% өзгерістерді қолдаған. Ақырғы қорытынды мен алдын ала қорытындының жалғыз айырмасы өзгерістерді қолдаушылар санында ғана. Ақырғы қорытындыға қарағанда, референдумда 6.163.516 адам өзгерістерді қолдап дауыс берген. Алдын ала қорытындыда бұл цифра 6.163.863 адам болған. Референдум қорытындысы дауыс бергендердің 18,66%, яғни 1.490.470 адам қарсы болғанын көрсеткен. 7 маусымдағы мәліметтерге қарағанда, референдумға дауыс беруге құқығы бар азаматтардың 68,5% қатысқан. Дауыс беруге құқығы бар республика азаматтарының жалпы саны 7.985.769 адам. Орталық референдум комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров Конституцияға енгізілетін өзгерістер референдумның ақырғы қорытындысы жарияланған күннен бастап күшіне енетінін мәлімдеді. Қазақстан білім және ғылым министрлігі бірінші сынып оқушыларына 3 тілде білім беретін бағдарламасын қайта түзейді. Енді елдегі бірінші сынып оқушылары тек қазақ тілінде білім алады. Білім министрлігінің шешіміне қарағанда, қазақ мектептері мұнан былай бірінші сыныптан бастап тек қазақ тілінде оқиды. Орыс мектептері қазақ және орыс тілдерінде оқиды. Қазақ мектептерінде орыс тілінде 2-ші сыныптан бастап оқытылады. Қазақ мектептерінде де орыс мектептерінде де ағылшын тілі 3-ші сыныптан басталады. Зерттеу мен сараптау барысында бірінші сынып оқушысына бір мезгілде 3 тілде сөйлеп үйрену қиын болатынын көрдік, дейді білім министрі. Білім және ғылым министрінің сөзінше шешім қабылданған, қазір дайындық жүріп жатыр. Аймағамбетов бірінші сынып оқушысының әуелі ана тілінде оқып, жазуына мән берілетінін атап өтті. Қазіргі уақытта қазақ мектептерінде бірінші сынып оқушылары ағылшын және орыс тілдерін оқиды. Өткен аптада Қазақстан парламентінің сенаты халықаралық тәжірибеге емес, елдің мүддесін басшылыққа ала отырып, білім саласындағы реформаларды қайта қарауды ұсынған. Депутат Мұрат Бақтиярұлы премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжановқа жазған хатында білім саласындағы реформаларға қоғамның көңілі толмайтынын айтқан. Депутат Қазақстан орта мектептерде жаңартылған білім бағдарламасын жасаумен тым асығыс шұғылданғанын, балалардың эксперимент құралына айналғанын мәлімдеген. Қазақстан шекарасынан өтетін адамдардан 8 маусымнан бастап вакцина паспорты мен ПТР тест нәтижесі сұралмайды. Бұл шешімді коронавирус инфекциясына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия сейсенбі күні қабылдады. Үкімет бұл жағдайды Қазақстанда және әлемде эпидемиологиялық жағдайдың тұрақталғанымен байланыстырып отыр. Комиссия Қазақстанның 7 өңіріндегі шекаралық 12 автомобиль пунктін қайтадан іске қосу жөнінде қаулы алған. Кейінгі кезде Қазақстан карантин шараларын біртіндеп азайтып келеді. Қазақстанға жеткізілген Pfizer-BioNTech вакцинасын бастапқыда белгілі бір адамдар санатына ғана салуға рұқсат бергенімен, биыл ақпаннан бастап тізімді кеңейте түскен. Салдырғысы келгендердің бәріне кейіннен тағы рұқсат берген. Қазақстан сәуір айында Қырғызстан, Өзбекстан және Ресеймен арадағы әуе қатынастарына қойылған шектеулерді алып тастаған. Алайда ПТР тест қорытындысын бүгінге дейін талап етіп келген еді. Ресми ақпаратқа қарағанда, індет басталғалы Қазақстанда 1,4 миллион адам коронавирус жұқтырып, 19 мыңнан астам адам қайтыс болған. Ресей әскері Украинаға басып кіргелі бері шамамен 20 мыңға жуық адамынан айырылған. Бұл жөнінде британиялық Guardian басылымы жазды. Бұған дейінгі есеп бойынша мамыр айының 2-ші жартысында қаза болғандар саны 15 мың болған. Ресей әскері әсіресе Украинаның Луганск облысының батысындағы шабуылдарда көп шығынға ұшыраған. Ал Украинаның есебінше қаза болған ресейліктер саны 31 мың адам. Украинаның өз шығыны нақты қанша адам екені белгісіз. Украина қорғаныс министрлігіне сілтеме жасаған Униан агенттігінің хабарлауынша, елде күнделікті 100-ге жуық жауынгер көз жұмып, 500-ге жуығы түрлі жарақат алады. Бұл ақпараттарды соғыс жағдайында тексеру мүмкін болмай отыр. The Guardian басылымына сұхбат берген дерек көзінің атап өтуінше, көп ұзамай екі жақтың әскери физикалық және психологиялық тұрғыдан болдыруы мүмкін. Ресейдің әскери резерві артық болғанымен, Украин сарбаздарының әскери рухы мықты. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы туралы жоғарғы комиссарының есебінше, Ресей Украинаға соғыс ашқалы бері 4302 бейбіт тұрғын мерт болған. Оның 272 бала, 5217 адам жараланған. Көбі ауыр артиллерия соққысынан қаза тауып жараланған. Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасы ұлттар лигасында сырт алаңда Словакияны жеңді. Қазір ұлттық құрама С лигасының 3-ші тобында 6 ұпаймен көш бастап тұр. Словакияның Трнава қаласындағы өткен ойын 1-0 есебімен аяқталды. Матчтың 26-ші минутында Аслан Дарабаев жеңіс голының авторы атанды. Қазақстан бірінші турда өз алаңында Әзербайжан құрамасын жеңген еді. Ұлттық құрама 3-ші турда 10-ші маусым күні Беларусь құрамасына қарсы ойнайды. Апта жаңалықтары осындай. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақ-news.kz сайтынан оқи аласыздар. Әлеуметтік желіде бізге жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі аптада кездескенше.